Insan кеулінде жән болған бір иләһи сезім бар. Ол халықтың милли өзлігін, тілі һәм тұрмыс тәрзін, дәстүрі һәм үрп әдетін жәнместіріп тұрған құдіретлі күшке ие. Кең жазық табиат қойны бұл кішкене балаға дәслепкі соқпақ болды. Әмет Тарихов 1923 жылы Қараөзек районында дүнияға келеді. Есім каналы әтрапындағы Сағанай Құйын деген ауыл кіндік қаны тамған жер. Тағдыр толқынында қалқып ыққан Әмет кішкенелігінен ақ мейнетке жегілді. Әкеден жетім қалып, ағайынлердің қолында тәрбияланды. Шопанлықтың қайқы таяғын қолына ұслап, бардамлы қожалықтың қой жанлығын бақты. Тұрмыс қысуметін мейнеті менен жеңе білген жас баланың көкірегінде талант құсы сайрап тұрды. Ол 12 жасында Лекпезге оқуға барады. Ата-бабасында бақсышылық болмаса да, осы өнерге ықылас етті. Қолындағы қайқы таяғын дутар етіп, хош хауазы менен қосық айтқанда, ішіндегі дебдуі кең жазық далалар бойлап тарқайды. Ұзақ күн қой ешкінің ізіне ергені менен, кеште ауылға келген бақсы жырауларды түні бойы ұйықламай тыңлайтұғын еді. Әй ешегі әйуаллы, бақшалы бағлы, бақшалы бағлыя. Bir əjib şeyləri vardır sənəmnin adından, ay sənəmnin. Ілгір зейінлі өскен Әметтің қалбіндегі талант ұшқынын тойдағы құр өрледі. Бұл дәуірде әсіресе 20-шы жыллардың ақыры, 30-шы, 50-шы жыллары бақсышылық өнері өзінің атқарылуы жағынан бұрынғы классикалық формасын сақлаған еді. Ауылдардағы тойда жырау бақсылар құр дүзіп, дәстанларды таңға шегем атқарады. Жетімліктен жетіліп, жігіт болып қатарға қосылғанда ел басына ауыр күн туды. Ол да басқа азаматлар қатарында 1943 жылы сентябрь айында фронтқа кетті. Қолына алған дутарын суық құрал менен алмастыруға тура келді. 1943 жылдан 1944 жылдың июнь айына шекем Белоруссиядағы 820-шы атқышлар полкында қызмет етті. Қырғын сауаш майданы. Витебск тоғайында болған сауашта көзінен жарадар болып, ұрыстан қайтып келді. Біздер енді сол 42-43 жылдары 11-12 жастар бала келіп ағайларымыздың ауылында болатын ек. Сол уақытларда Әмет аға армиядан келіп, осы әбіш бригадтың тәбілшігі екен. Сол уақытларда Әмет аға шайды атыз басында ішеді екен. Шай ішіп болғаннан кейін ал бақсы бала бір хавазың жақсы дейді. Bir baqsılar жолына салып, қосық айтып берді. Сонда белді. Ne қылып, дуқтар есабында етіп, дуқтар қылып шертіп, Ешен бақсының, Құрбанияз бақсының жолларына салып, қосықты сол уақытта айтады екен. Белгілі бақсы Ешен Қосболатовтың шәкірті, жүдә талантлы бақсылардың бірі есапланған Құрбанияз бақсыға Әмет шәкірт болып, 1945-1948 жыллары халық намаларын, Қарақалпақ халық қосықларын, Мақтымқұлы сөзіне жазылған қосықларды Қырмандәлі, Ғарип Ашық, Саятқан Хәмра, Юсупбек, Бәзірген сияқлы дәстанларды үйреніп, бірге бақсышылық етті. 1948 жылы ұстазы Құрбанияз бақсыдан пәтия алып, өз алдына ел аралап, бақсышылық ете баслады.
Мен өзім сол Әмет ағаны көргенімнен сондай бақытлы адамман деп ойлаймын, себебі Әмет ағаның құрда қосық айтқанын көрдім, дастан жырлағанын көрдім. Бір тойда Әмет аға сол алдын қосықлар айтты, кейінен значит дастанға өте жақ болды, соның арасында нама алыспақ болды. Нама алыспақ болғаннан кейін дастанға рұқсат берді ақсақалдар. Сөйтіп қарып ашық дастанын айтқан уақытта Әмет ағаның шасенемнің көшкінен ғарептің үстіне өзін таслайман деп тұрған жердегі айтқан қосығын сол өзі бақсылардың әмесінде әруақ болады. Егер мен білсем, сол Әмет ағаның әруағы өз алдына өзі сол шасенемнің көшкінен таслайтын образды өзінің дауысы менен, әрекетлері менен, дутарының сазы менен тоңаушыларға анық жеткізіп берді деп ойлаймын. Мен Әмет ағадай бақсын еле суаққа шегем, еле есітпедім. бір жарым шәкіртлері бар Әмет ағаның, бірақ сол Әмет ағаның бір көз алдына бір жаңағы әруағы айтқан шығармаларында көрініп тұратындай бір үлкен бір жақсы еліміз, халқымыз сүйген бақсы еді. 1950 жылы Әмет Тариховтың Нөгіз қаласына көшіп келуі таланттың шыңлануына жол ашып берді. Қарақалпақстан радио комитетіне жұмысқа араласуы бақсышылық өнерінің өркенлеуіне тикар болды. Бұл жерде ол атақлы бақсы Есжан, Жапақ, Тыныбай бақсылар, жыраулардан Құрбанбай, Қияс һәм Мәмбет, Қойлы Гіржекші, Құтым баламаншылар менен бірге ислесті. 1956 жылы Минет дәптершесінің тағы бір беті ашылды. Әмет Тарихов Қарақалпақстан мемлекеттік филармониясы артисті, бақсы болып іслеп, бәлент лапызы республика бойлап жаңлады. 1957-1967 жыллары Ташкент қаласында өткерілген Қарақалпақ искусствосы һәм әдебияты күндеріне қатнасты. Таланты менен халықтың хүрметіне сазауар болған Әмет бақсы Тариховтың ісмі айтқыш бақсылар қатарында тілге алынды. Ықбал айдынында шаршамай жүзген талантлы ел перзенті тұрмыстың ойлы бәлентінен жүріп өтті. Ол екінші жер жүзлік ұрыс қатнасушысы сыпатында бір қанша сыйлықларға мияссар болды. Мәртлік пенен қаһарманлықтың хақиқи ел перзенті екенлігін дәлелдеп тұрған тарихи хүжжетлер тарихтан куә. Әмет Тариховтың өзіне тән бақсышылық жолы бар. Evvel atam beliden seren hala geldin. Atadan anavga vardın, bir hatire kana geldin. Yenerde suret bağlı bir şirin cana geldin. 1967 жылы бақсышылық тарауындағы үлкен қызметлері үшін Қарақалпақстанға минеті сіңген артист хүрметлі атағына мияссар болды. Ол бір қанша бақсыларға ұстаз. Әмет бақсы Тарихов 1983 жылы Айқұлаш мемлекеттік ансамблінде істеп жүріп, Қарақалпақстан халық бақсысы деген атақ алды. Республикамыздың барлық ауыл һәм қалаларында, қоңсылас республикалардан Түркменстан, Қазақстан республикалары халқының тарихында өзінің бәлент лапызы, Қарақалпақ милли ырғақтарға толы әжайып хауазы менен өшпес із қалдырды. Әмет Тариховты біздер кішкентай уақытымыздан бастап радио арқылы естетін едік. Енді бұл уақытлары біздер жақсы білмегенменен қасымыздағы жасы үлкен адамдар міне Әмет бақсының дауысы, мынау Есжан бақсының дауысы деп айтқаннан кейін сол хайран қалып тыңдайтын едік. Бұл кісілерменен сондай бірге істесу бақытына мияссар болғанымызға жүдә қуаныштымыз. Не Әмет аға сол үлкен бақсышылық мектебінің дауамшысы болып есептелінеді. Неге дегенде Әмет аға тек бір мектеп емес, Ақымбет
Бияқта сүйеу мектебінің hem қосықларын жүдә шеберлікпен атқаратуын бақсы болды. Әмет Тарихов 1989 жылы қайтыс болды. Талант иесі бұл дүнияны тәрк еткеніменен, оның екінші өмірі давам етпекте. 1991 жылы өзі жасаған көше бақсының атына мәңгілестірілді. Шаңырағының шырағын сөндірмей, түтінін түтетіп отырған перзенті Мақсет Тарихов республикамыздың көркем өнер тарауында белгілі ұстаз болып танылды. Бақсының үрім пұтағы бүгін ел ардағындағы азаматлар болып жетілісті. Ағам менен бірге тойларға мені алып кететұғын еді. Қыстың күні болса, оларда бұл заманда микрофон деген жоқ. Барлығы табиғи өздерінің тек құр өздерінің шеберлігіменен ғана тойларды атқаратын еді. Біздерде үйде магнитофон болды, сонда оның түскен қосқылар өзімім түсіретін емді. Сонда түсіргенде жаңағы сыртына жазып қойыппын да, тек қарылар тыңласын деп. Ол ана өмірді айтады да, мәселен кішкентайынан басылап, сен пәлен жаста маңдай боласың, маңдай 80-нің ар жағы 90, я болмаса бұл дүнияда барсаң я жоқсаң деген сөздер бар ішінде. Біреудің маңайын қырсып жиналсаң, сондай дүниясаң деп. Соны тек қарылар тыңласын деп жазып қоятын емді. Кассетаның сыртына сондай қосқылары барлығы бар еді. Пайтақтымыздағы 12-ші санлы балалар музыка һәм көркем өнер мектебіне Әмет Бақсы Тариховтың аты берілді. Бәлент лапызлы бақсының ісмі берілген бұл құтлы дәргайдан неше талант иелері жетісіп шықты. Бәлент лапызлы бақсы ол халықтың миллилігі менен садықлығынан саға алған, неше әсір өтсе де халықтың өзлігі, тілі һәм тарихы болып жасай береді.